Сәлем достар, бүгін бізде мукбангқа бізде шашлык, міне шашлык, 3 палочка, пияз и нан, и потом чай с лимоном. Шығып тұрма, көрініп тұрма. Все, маған ас болсын, сіздерге де ас болсын, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Бисмиллах. Так, мыналардың бәрін, короче, түсіру керек. Все, маған ас болсын. Қалайсыздар? Бүгін сіздер жақта погода қандай? Бисмилlah. Май. Ет. Нан. Чай. Бізде бүгін жауын жауды, қар жауды, еще тағы да жауады деп тұр. Білмеймін, погода бір түрлі қысқа ұқсамайды. Бірақ біздің ауылда декабрьде тұрған жауған қар осы уақытқа дейін жатты ғой. Кеше мама екеуің бәріміз кафеге шашлыкке барғанбыз. Мынау Қарабұлақ деген жердің шашлыгі. Мен айтамын да, өзбек халқы негізі бәрібір пысық қой. Тек қана үйлерінің ішінен ашып қойған кішігірім типа кафе сияқты. И бөлме жасап қойған да бәріне. Кәдімгі холдан кіріп бөлмеге тарап кеткен сияқты. И ол жерде менюда тек қана шашлык пен сорпа ғана, шорпа дейді олар. Сол ғана, басқа ешқандай тамақ жоқ, еш нәрсені істемейсің. И пияз, нан дегендері, чай деген бәрі тегін. Бірақ егер туған күн жасап бара беретін болсаң, өзіңмен бірге алып бара беруге болады заттарды. Рұқсат етілген. Бірақ тимда мақтылықтаршы, бір семьяны асырап отыр. Барсаң, очередь. Кәдімге живая очередь. Тек қана живая очередьпен ғана не істейсің. Олар қай күні? Вторник күні ма? Бір жұмыс істемейді. Қалған күндердің бәрінде істейді. Аптасына бір-ақ рет демалады. Бірақ енді всегда очередь қой. Қай уақытта барсаң да очередь. Очередь күтесің. Броньдау деген жоқ. Оның алдында броньдауға болатын. Қазір адам көп болғандықтан броньдамайды. Сразу живая очередьпен кіре бересің. Ол
Қарабұлақ біздің ауылдан бір 40 минуттық жерде. Осы кісілердің шашлығын жеу үшін ғана барамыз. Нан. Нан сол жақтікі. Кеше сәл кішкене ауырған болатынмын. Соған түнде қайта су ішіп, чай лимонмен ішкеннен кейін бет-аузым ісіп тұр. Бір қызықты айтайын ба? Осының алдында мукбанг түсіргем ғой. Екі қолдан голубцы дайындап, голубцы түсірдім. Май. Biraz. Нан. Нандарын қарасаңшы қалай кесетін. Прям дәу кусок қапшы. Сөйтем да оны түсіріп бастаймын. Пока да бәрін дайындап жүргенше сорпам суып қапты. Сөйтем да сорпамды ысытып келем. Сөйтіп қайтып түсірем. Сөйтем түсіріп атқан кезде камерамды қоспағам ғой. Сөйтем да қайтып, ой бұл қоспаппын деймін да, қайтып қосам да дальше түсіре берем. Сөйтем памяти жоқтан қайта автоматически өзі өшіп қала берген екен. Сөйтіп осыдан 2 күн бұрын түсірген голубцыйым сөйтіп қалып кетті. Енді тағы басқа тамақ түсірейін десем, бүгін тағы ет асып жатырмыз. Сонымен не түсіремін? Ет түсіремін. Көрем. Может, не түсіретін шығармын. Басқа тамақ салып түсіретін шығармын. Что-то мен бүгінгі видеом сәл ұзақта болып кетті, әңгіме түсіргенге. На свет жараса екен.
Мен тойдым. Сөйтіп сондай мендегі жаңалықтардың бәрі. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Негативтің өзі бір реакция ғой. Сондай. Все, сау болыңыздар.